Біліктілік арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының деңгейлік бағдарламалар орталығы оқытудың белсенді стратегияларын тәжірибеде қолдану тақырыбындағы вебинарын ашық деп жариялайды. Ары қарай жалғастырамыз. Сонымен оқытудың белсенді стратегияларын тәжірибеде қолдану тақырыбындағы вебинарымыздың өткізудегі мақсатымыз онлайн режимінде барлық біліктілік арттыру курсынан өткен мұғалімдердің бірлескен оқуын ұйымдастыру, сондай-ақ мектеп тәжірибесінде жүрген мұғалімдерге ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану біліктіліктерін, дағдыларын дамыту мақсатында деп айтуға болады. Және мына оқытуға байланысты әдістемелік көмек беру мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Енді вебинар барлық аудандық білім бөлімдеріне таратылған. Қазіргі уақытта бізге 29 мектептен вебинарға қатысып отыр. Тіркеліп отыр тыңдаушылар. Сондай-ақ бетпе-бет дейміз, бетпе-бет кездесуге де келіп отқан әріптестеріміз бар. Енді осы вебинар тақырыбына сәйкес оқытудың белсенді стратегиялары туралы сіздерге арналған таныстыруымыз бар. Оны деңгейлік бағдарлама орталығының тренері, халықаралық дәрежедегі Имашева Гүлнар Сапарбекқызы баяндап береді. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі оқытудың белсенді стратегияларын тәжірибеде қолдану тақырыбында өтетін вебинарға қош келдіңіздер. Вебинардың мақсаты біліктілікті арттыру курсының екінші мектеп тәжірибесі кезеңінде жүрген мұғалімдерге әдістемелік көмек көрсету, оқу үдерісінде қолданатын сындарлы оқыту стратегияларын талқылау. Оқытудың сындарлы теориясына негізделген үшінші деңгей бағдарламасы мұғалімнің алдына ең алдымен оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме қойып отыр. Сапалы оқытудың маңызды факторы мұғалім оқушының тақырып мәнін өз бетімен меңгеруін, түсінуі мен бағалай алуы болып табылады. Себебі оқудағы сындарлы тәсіл бұл үдеріске оқушының өзінің де қатысуын талап етеді. Осылайша оқушы өзінің оқуы үшін жауапты болады. Оқушы мұндай жауапкершілікті сабақ барысында мұғалім қалыптастыратын ортада сезініп қабылдайды. Мектеп тәжірибесі кезінде сабақтың табысты болуын қамтамасыз ету үшін оқушылардың қоршаған орта жағдайы және оқыту білім алу мүмкіндіктерінің бірлігі ретінде қалыптастырылады. Осы білім алу ортасын қалыптастыру үшін мұғалім әр сабағын жоспарлауға ерекше көңіл бөлуі керек. Яғни сабақ үдерісі мұғалімге арналған нұсқаулықта келтірілген 8 тезис негізінде жасақталғаны абзал. Ашып айтар болсақ, бірінші тезис жаңа тақырыпты оқыту адамның нені білетіні және түсінетінімен байланысты болады. Яғни сабақтарды жоспарлауда әуелі мақсаттың орындалатындай нақты әрекеттерді көздейтін және осы әрекеттер арқылы қандай дағдылар қалыптастыру көзделетіндігін білу маңызды болып тұр. Ондай болу үшін мұғалімге арналған нұсқаулықтың 83-ші бетінде ұсынылған оқу мақсаттары мен оның нәтижелері тақырыбына тоқталғым келіп отыр. Мұғалімнің оқушыларға арнап жоспарлайтын іс-шаралары оқу мақсаты болып табылады. Осыған байланысты оқу және оқыту мақсаттарын қалыптастыру шаралары төмендегілерді белгілеуге бағытталған делінген. Яғни әр мұғалім мақсат құруда өз пәні бойынша оқушылар нені білуі тиіс, қандай түйінді идеяларды түсінуі керек, қандай мәселелерін зерттеп талдаулары керек деген сұрақтар аясында ойланып, қандай әрекеттерді жоспарлау арқылы көздеген нәтижеге жететінін біле алады. Дәлірек айтсақ, мұғалімдер өзінің оқыту тәжірибесіне үшінші деңгей бағдарламасына ұсынған идеяларды енгізуге және іске асыруға мүмкіндік алады. Оқу үдерісі ұтымды ұйымдастырылғанда білім таксономиясындағы ойлау иерархиясы да іске асады. Сабақ кезеңдеріне тоқталар болсақ, әдетте ұйымдастыру кезінде тек оқушыларды түгелдеу менен топтастыруға бөліп жатамыз, уақыт бөліп жатамыз. Ал егер тұлғаның өзін-өзі тану және өз танымдық үдерісі мен стратегиясын қалыптастыруды ойланатын болсақ, былай айтқандай,
онда ойлау тілін анық еткізіп жасау жолын іске асыру қажет. Осы мақсатта мұғалімдер оқушыларға өз мақсаттарын қоюды үйретеді. Нәтижесінде оқушылар жоспарлау мен белгілі бір нәтижеге жету үдерісін меңгере алады және оқудан қанағат табуды үйренеді. Мынау өздеріңіздің алдарыңызда тұрған слайдта, егер байқап қарасаңыздар, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту модулінде келтірілген ойлау тақырыбындағы метасана дегеніміз не дейді? Яғни ол жерде айтады, оқушының метасанасын қалыптастыру үшін вокабулярды іске асыру қажет дейді. Көптеген оқушыларда жаңағы сабақты меңгеруде нақты немен айналысатындығы түсініксіз болып жатады. Сондықтан сабақтың бастапқы кезеңінде мүмкіндігінше мақсатпен таныстыру өте үлкен маңызға ие. Мақсатпен таныстырғанда ол сіздің мақсатыңыз емес, оқушылардың бүгін немен айналысатындығын айтқан дұрыс. Сіздің мақсатыңыз құжат ретінде тұрады, ал оқушылар нақты өздерінің бүгінгі сабақта немен айналысатындығын анық білгені абзал болады. Сонда былай деп жазылған: вокабулярдың үлгісін жасау қажет. Яғни біз оқушылар бүгін біз өзіміздің тақырыбымызға байланысты, егер қазақ тілі болатын болса, сын есімді алатын болсақ, сын есім туралы ойланамыз, оны талдаймыз. Бұл сабақ сын есімге қатысты болады деп ашық айту қажет. Сабақ соңында рефлексия кезеңіне келген кезінде бекіту уақытта мұғалім қорытындысын айтқан кезінде біз не туралы ойландық, бұл сабақ не нәрсеге байланысты деген сияқты ойбағар ретінде ұсына отырып, балаларымыздың өзіндік ойлауы мен түсінігінің кеңейгеніне ықпал ете аламыз. Екінші тезис айтылады. Оқыту оқушының бастапқы білімі мен дағдыларын назарға алып, оларды өрістетуді мақсат еткенде мәнді болады дейді. Мысалы, бұл жерде сабақ кезеңінің екінші бөлігіне қарайтын болсақ, үй тапсырмасын қаудалайық, мысалы үшін. Онда жоғарыда айтылған дарды жаңағы мақсатты іске асыру үшін нақты әдістерді жоспарлау керек. Бұл жерде енді мысал ретінде мына бір әдістерді ұсынып тұрмыз. Ысық орнық, аквариум, үстік әңгіме, білім футболы деген сияқты. Осы әдістердің өзінде ұтымды ұйымдастыруда сыныптың ішінде ортаға бір оқушыны отырғызып, ыстық орындыққа барлық оқушылар жаңағы сұрақ қойып жатқан уақытты көп алып кететін болса, топтар ішіндегі әрбір оқушы ыстық орындыққа отыра алатындай етіп ұйымдастырса, өте тиімді және жылдам жүргізеді. Сонда сабақта оқушылар уақытқа үлгермей қалды, мен сабағымды дұрыс жоспарлай алмай қалдым деген сияқты келеңсіз жағдайлар болмайды. Осы сияқты әдістерді қолданған кезінде біздің осы сындарлы оқытудың түйінді идеясы жада орната отырып оқушылар арасында тақырыптың мазмұнын диалог жүзінде іске асыруға, бір-бірін үйретуге мүмкіндік беретіндігі айта кеткім келеді. Келесі үшінші тезиске тоқталатын болсақ, осы байланыстарды дамытып нығайту үшін проблемаларды шешу үдерісін толыққанды қалыптастыру қажет дейді. Бұл жаңа тақырыппен танысу, мысалы алатын болсақ. Бұл жерде қандай тәсілмен таныстырамыз, соған байланысты әзірлік қажет. Мысалы, біз мына жерде тағы да бір 2-3 тәсілді ұсынып тұрмыз, миға шабуыл, сұрақ жауап деген сияқты, таныстырылым дегендей. Жаңа тақырып бойынша қысқа, егер де таныстырылым дайындайтын болсақ, онда осы тақырыптың мәнін ашатын, тақырыптың көздейтін, нені айтқысы келіп тұрғандығы жайлы қысқаша таныстырылым ұсынып өткен абзал болады. Төртінші тезис. Осы таныстырылымнан кейін оқушылардың жаңағы топ ішіндегі жұмысының белсенді, яғни ой тұжырымын жасау үшін топ ішіндегі міндетті мүшелердің функцияларымен танысып, сол әр мүше өзінің функциясын атқарып топтық тұжырым жасағаны үлкен көмек болып табылады және жаңағы айтып отырған метасананың қалыптасуына бірден бір ықпалын тигізеді. Оқушыларға болжам жасауға, өз ойын құруға, оны қорғауға және сынақтан өткізуге уақыт беріңіз делінген. Берілген тапсырма бойынша топтық талқылау, тұжырым жасау, осы тұста тапсырманың бұлым таксономиясы негізінде ұйымдастырылғаны ұтымды болып табылады. Ашып айтар болсақ, сынып қанша топқа біріктірілді? Соның біріне тапсырманы білу түсіну деңгейіне арнап берілсе, келесі топқа талдау қолдануға арнап берілсе, келесіге жинақтап бағалау немесе болжау ұсыну деңгейіне арнап берілгені абзал болады. Осы тұста топтар
Топ мүшелерінің міндеттері айқын болғанда тапсырманы ұтымды ұйымдастыруға септігін тигізеді. Топ жетекшісі, уақыт сақшысы, баяндаушы деген сияқты әркім өз функциясын атқара алса. Келесі слайдқа өтетін болсақ, ол жерде 5-ші тезис ұсынып отырмыз. Оқушылардың бірін-бірі оқуына мүмкіндік беру. Бұл топтық тұжырымды ортаға салу деп айтатын болсақ, біз қателеспейміз. Яғни оқушылар топтасып әзірлеген тұжырымдарын өз сыныптастарына баяндау, оны қандай тәсілмен іске асыруға болатындығы жөнінде мұғалім жоспарлау барысында ойланғаны дұрыс. Осы маңызды. Ашып айтатын болсақ, көп жағдайда ортаға шығарып жеке-жеке қорғату жиі кездеседі. Ал бұл оқу үдерісінде берілген 45 минуттың басым бөлігін алып жатады. Сондықтан мына ұсынып отырған әдістер осы мәселені шешуге көмектеседі деп ойлаймын. Бұл да әрине енді қатып қалған қағидат емес, қолымыздан келетін әдістерді шебер ұйымдастыру әрбір мұғалімнің қолында тұрған дүние. Мына жерде айтып отырған мінекейіміз айналмалы бекет, галерея, идеялар көрмесі, карусель деп ұсынып отырмыз. Осы үдерісті мұғалім әрқайсысын жеке-жеке барып тыңдағаннан көрі оқушылардың өздеріне белсенді қатысуға мүмкіндік беріп, бір-бірлеріне өздерінің жасаған тұжырымдамаларын айтуға, көруге және сол тұста бағалай өтуге мүмкіндік берілсе, ол оқушының сабақ соңында оқушылардың өзінің бүгінгі алған білімі бойынша рефлексия жасауына көп уақыт қалатындығы барлығымызға белгілі. Мінекей осылай ұтуға болады деген ұсыныс беріп отырмыз. 6-шы белгілі уақыт ішінде жұмыс істеуге арналған материалдың көлемі шектеулі болуы керек дейді. Мұғалімге арналған нұсқаулықта оқушылар оқшауланып оқымайды. Бүгінгі таңда оқу қоғамдастығы деген ұғым өзекті болып отыр. Онда оқушыларда мұғалімдер де өздерін білім алушылар деп санайды. Оқушылардың арасында бірлескен жұмыс, бірін-бірі қолдау, топтық рух мадақталады. Олар топпен жұмыс істеп, онда тыңдау, дене қимылдар, келіспеушіліктерді білдіру қабілеттеріне назар аударылады. Құрметпен білдіру қабілеттеріне назар аударылады. Бұл философия одан ары оқуда нық тұру үшін қажет өзін-өзі құрметтеумен және өзін-өзі басқаруды дамытумен сипатталады. Нәтижесінде тәуелсіз және ойшыл, өмір бойы оқуға қабілетті тұлға қалыптасады делінген. Сонымен қоса, егер бұл тиімді жүргізілсе, оқушыларда рефлексияға жеткілікті уақыт болып, және бірінің білімін бірі қандай деңгейде екенін бағалауға және оған қалай жеткенін түсінуге жеткілікті уақыт алатындығына нұсқаулықта жақсы түсініктеме беріп өткен. Келесі слайдқа көрсетіңіздер. 7-ші тезис. Мұғалімдер оқушылардың өз идеялары туралы рефлексия жасап, оларды ойластыруды ынталандыру арқылы алған білімдерін қорытындылап талдауға көмектесуге тиіс делінген. Оқу үшін бағалау, оқушылар белгілі бір уақыттың ішінде өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын, кейін мұғалімдермен бірге өзін-өзі жетілдіру жолдары, келесі қадамдарын анықтайтын үдеріс болып табылады. Ашық сауалдар бір-біріне өзінің оқу мақсаттары туралы айтып беру сияқты әдістер оқушылардың өз біліміне белсенді қатысудан қатты әсер алатындығын айтады. Бұл жерде енді біздер барлықтарыңызға таныс жаңағы бағалау парақшасы, не болмаса формативті бағалаудың 2 жұлдыз 1 тілек, сэндвич похвалы деп жатамыз, бағдаршам, джоари терезесі, немесе сабақтың жаңағы слот талдауында жасауға көптеген мүмкіндіктері бар. Осы істерді асыруға уақыт қалады және осы талдаулар жүргізу арқылы, өзара бағалау жүргізу арқылы оқушылардың өзіндік реттелуін, яғни метасанасын қалыптастыруға үлкен ықпал ете аламыз. Сындарлы оқытудың түйінді идеясы да осы оқушылардың метасанасын қалыптастырып, сол арқылы өзіндік жаңағы өмірлік дағдысы қалыптасқан функционалды сауатты тұлға өсіру емес пе. Сондықтан осы бізге нұсқаулықтың ұсынып отырған тезистеріне көңіл бөліп, адамдар қалай оқиды моделіне қаттырақ көңіл бөлсек, бізге көптеген мағлұмат беріледі.
Ең соңғы 8-ші тезисті айтатын болсақ, онда қолайлы оқу үшін адамдарға кері байланыс пен мадақтау қажет, сондықтан бағалау үлгі болуы керек дейді. Оқу қағидаттарын түсінуде оқушыларға көмектесу үшін мұғалімдердің айналысатындай айтарлықтай белгілі метатану әлеуетін, атап айтқанда олардың қалай оқитындарын, әрі оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау және өзгерту қабілетін дамытудан тұрады. Бұл оқуды даралаудың ең басты идеясы болып табылады. Оның себебі метатанудың жеке адамға бағдарланған білімде аса маңызды болып есептелінетін компоненттері білім беруді бағалау сияқты бөлшектерді қамтитындығында. Сабақ соңында бастапқы кезде айтып өткен вокабулярларды айтылған мақсатты еске түсіре отырып, мұғалім өз сабағын қорытындылап тәмамдай алады. Сонымен сөз соңында сабақты ұйымдастыруда оның кезеңдерінде нені қалай іске асыратындығын ойланып жоспарлау қажет екендігін, бастапқыда мақсаттың орынды смарт талаптарына немесе оқушылардың оқу деңгейіне, оқушылардың дағдыларын ескере отырып құрған абзал дегім келеді. Осы мақсат құруға қатты көңіл бөлген жақсы. Жоспарлау кезінде қандай әдістерді қай тұста қолданамын деген сияқты сауалдарға өзімізге жауап бере отырып жоспарлаған абзал болады. Себебі біздің тәжірибемізде кездесіп жатқан көптеген сабақ жоспарларында әдістегендердің барлығын топырлатып жазып, топтастыру деген сияқты. Ол әдістің соның аты жазылған дұрыс. Қандай әдіспен сіз топтастырасыз? Ол әдісіңіз келесі жаңағы кезеңде үй тапсырмасын пысықтауда ма, жаңа сабақты бекітуде ма, қай кезде ол арғыры жалғасын тапқаны дұрыс. Сол жақтарын барын ойласып жоспарлаған дұрыс деп өз сөзімді аяқтағым келеді. Ең қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді осы алған мәліметтеріңіз бойынша сіздерде қоятын сұрақтарыңыз болса, осы жерде жиналған қауым және вебинарға қатысып отырған мұғалімдер аудандарда барлықтарыңызды топтық талқылауға шақырамыз. Ал құрметті әріптестер, сіздерден ше? Сұрақтарыңызды не өздеріңіздің тәжірибелеріңізде қазір жүргізіліп жатқан сабақ жоспарлауыңызда қандай қиындықтарға кездесіп жатырсыздар? Сіздер барлықтарыңыз сертификат алған мұғалімсіздер, иә? Дегенмен біздерде аудандарға шығып, мектептерге барып, сабақтарыңызға қатысып көріп жүрген кезде осы жоспарлаудан көптеген қиындықтар кездесіп жатады, көріп жатамыз. Сосын кейін сабақ соңына көп жағдайда жетпей қалып жатыр. Міне сабақ соңына жетпей қалудың бірден бір себебі ол жоспарлауда жіберген олқылықтардан болып тұрады. Сондықтан өздеріңізде жеке қандай қиындықтарыңыз бар, соны бөлісіп отырсаңыздар. Бағалау өзі екі бағыттан тұрады. Жиынтық бағалау және қалыптастырушы бағалау. Енді осы екі бағалау қай кезде қолдануға болады десек, орынды болады ау деп ойлаймын. Мысалы үшін формативті бағалау, жаңағы айтып отырған қалыптастырушы бағалауымыз оқушылардың өзара жүргізілсе өте жақсы. Және оны мұғалім мақұлдап сонымен келісіп, я болмаса дамытқаны өте ұтымды болады. Жиынтық бағалау ол нақты сабақтағы берілген сіздердің критерийлеріңіз бар ғой. Әрбір үдерісте сол критерийдің дескрипторларының әрқайсысына плюстарын қойып отырып, болмаса жаңағы галочканы, мен осыны істедім, мынаны айттым, мынаны талдадым, дәл осы жерде нақты ақпарат бердім дей келгеннің сол жиынтық баға болып табылады. Бізде бүгінгі таңда Қазақстанда журналға күнделікті баға қойылу керек. Сондықтан күнделікті журналға түсетін бағаның өзі де жиынтық баға болып табылады. Осы жерде бізге бірден бір көмек беретін ол сабақтағы табыс өлшемдері. Оқушы үшін ол табыс жетістік критерийі десек те, жетістік өлшемдері десек те, мұғалім үшін ол бағалау парақшасы болып тұрады. Сонда қай үдерісте қандай оқушы қандай бағаға лайықты болды, қанша балл жинады деген
ол сіздің бағалау парақшаңызға белгіленеді. Оқушы өзін-өзі бағалау парақшасын жасап, жаңағы критерийлер арқылы белгілей отырып, өзінің бүгінгі тақырыптан не нәрсені меңгергендігін белгілейді. Ал формативті бағалауларды жаңағы қолдау, қалыптастырушы бағалау. 2 жұлдыз 1 тілек жаңағы айтып отырғанымыз ең жақсы болады. Сумматив пен формативтің қайсысы журналға түседі? Суммативті бағалау журналға түседі. Бір күнгі журналға қойылатын баға ол суммативті баға болып табылады. Оқушының жеткен жетістігіне байланысты жинаған балы бағаға айналып, сол журналға түседі. Келесі сұрақ. Бағаның екі түрінде күнделікті баға ретінде қолдануға болады ма дейді. Әрине, екі түрі де сабақтың бар болмысында айырылмас дүние болып табылады. Әсіресе формативті бағалау ол өн бойында жүретін үдеріс. Оқушының бүгінгі тыныш отырғанның өзін марапаттау ол формативті бағалау. Ол сіздің ол балаға берген көңіліңіз, бөлген көңіліңіз болып табылады. Ол келесі жолы тыныш отырып, жаңағындай тентектік жасамай, шуылдамай, тыныш отырып, басқа оқушылардың бір-бірімен пікір алмасуына, тұжырым жасауына мүмкіндік бергені сіз үшін де, ол үшін де, жалпы сыныптастары үшін де үлкен ұтымды жағдай екенін ескергендігіңіз болып табылады. КМЖ жаңа үлгіде, ОМЖ жаңа үлгіде деген сұрақ түсініксіз. Сол сұрақты толықтырып жіберсеңіздер. Қысқа мерзімді жоспарлаудың қазір жаңа үлгісін ұсынып отыр. Ол қатып қалған дүние емес. Сол жаңа үлгіде жасағандарыңыз абзал. Себебі болашақта жаңартылған білім бағдарламасы бойынша жұмыс жасайын деп жатырмыз. Сол жаңартылған білім бағдарламасындағы ұсынылған сол кесте. Ол кестенің сіздер үшін, мұғалімдер үшін тиімді жағы өте көп. Сіз нақты қадамдарды жоспарлай аласыз. Нақты қандай әрекеттер жасау қажет. Ол сізге не береді? Және соңында рефлексия жасауыңызға жетелеуші сұрақтар мен бағамдар тұр. Соны толтыра отырып, өздеріңіздің жұмыстарыңыздың бүгінгі тиімді болған тұстарын, әлсіз болған тұстарын сараптап, келер сабағыңызды қайта жоспарлауға мүмкіндігіңіз бар. Қандай сұрақ? Сіздерде қандай сұрақ бар? Жаңа қысқа мерзімді жоспарлаудың үлгісіменен жоспарлап жатыр. Алсаңыздар болады, электронды нұсқасы өздеріңіздің тренерларыңызда бар. Енді Алматыдағыларды біз қош келдіңіз деп қарсы аламыз, осы жерден береміз сұрақтарыңыздар. Флешкаларыңыз болсын қолдарыңызға. Қазір осы вебинардың соңында келіп алсаңыздар болады. Әрине болады. Анау ортасы деген тұсымыз бар ғой біздің. Сол жер бұрынғыша айтқанда негізгі бөлім. Сол жерде үй тапсырмасын пысықтау да жаңа тақырыпта өтеді. Үй тапсырмасын пысықтаудың өзін жаңағы біз бірнеше тәсілдер ұсындық. Соның өзін блумға салып іске асырсаңыз болады. Білу, түсіну, жинақтау, бағалау деген сияқты деңгейлерге бөліп, топтарға біріктіріп оқушыларды. Сол аясында талқылау жүргізіп, оны бір-біріне қорғатқаныңыз абзал. Және жаңа тақырыпты да тура солай іске асырған ұтымды болады. Қандай сұрақ? Қазір практикада жүргендер көп сұрақтары бар, түсінбей жатқан тұстары бар. Есепке қатысты сұрақ қойсаңыздар болады. Құрметті әріптестер, онлайнда отырған. Сіздерде жоспарлау бойынша мақсат құруда қандай қиындықтар көріп жатсыздар? Мақсаттарыңыз смартқа лайықты ма? Әдіс деген ол белгілі бір әрекеттердің жиынтығы. Стратегия нақты үрдісті, нақты бір бағыт көрсетсе, үдеріс көрсетсе, ол үшін бүйтеді, кері байланыс, рефлексия, фидбек дейді. Үшеуінің қандай айырмашылығы бар дейді? Үшеуі бір сөз, үш тілде айтылған. Фидбек. Құрметті әріптестер, біз осы тамызда үлкен бағдарламаға өзгеріс енгіздік. Жалпы 3 айлық оқыту дейміз, деңгейлік оқытуға бағдарламаларына өзгеріс енді. Бірінші деңгей болсын, екінші деңгей болсын, үшінші деңгей. Сонда мына үшінші деңгейден
lesson study'ға арналған арнайы сабақ болатын бірінші бетте. Сіздер өттіңіздер оны. Иә? 4-ші аптасында бірінші беттің 4-ші аптасы сейсенбі күні lesson study'ға арналған сабақ болатын. Қазіргі бағдарлама бойынша ол сабақ алынып тасталынды. Сөйтіп, оны екінші бетпе-бетке қойып отыр. Екінші бетпе-беттің 4-ші аптасының бейсенбі жұма күндеріне қойып отыр. Бұл не деген сөз? Lesson study'ді және lesson study деген ұғыммен емес, сабақты зерттеу деген терминмен ауыстырып отыр. Сабақты зерттеу. Бұл деген сөз lesson study туралы мұғалімдер біледі міндетті түрде. Біз оқытып үйретеміз. Бірақ неге екінші бетпе-беттің 4-ші аптасының соңғы күндеріне қойылды? Ол деген сөз болашақтағы жоспарлауында, болашақтағы жұмысында мұғалімнің lesson study қажет деп отырмыз, сабақты зерттеу қажет деп отырмыз. Осы оқытуды бітіргеннен кейін, мектепке барғаннан кейін, мектеп тәжірибесінде ол әріптестермен бірге отырып, оқытуды жақсартуға жұмыс істеу керек. Сондықтан да ол сабақ қалай зерттелетіндігі туралы, қалай жүргізілетіндігі туралы, оның талап ережелері туралы білдіріп жібереміз міндетті түрде. Ал мұғалімдер тек қана сол сертификатталғаннан кейін жасайтын жұмысы ретінде қабылдансын оны. Ал дәл қазір мектеп практикасы кезінде жүргенде оларды lesson study'ға тарту керек, немесе lesson study өткізу керек деген талап ол орынсыз болады. Рефлексия мен кері байланыс айырмашылығын түсіндіріңіздерші дейді. Енді рефлексия мен кері байланыс бір қарағанда екеуі бір үдеріс. Кері байланыс қазақша, рефлексиясы шетелше, орысша айтылып жатыр. Дегенмен сабақ барысында кері байланысты жалпы сабаққа қатысты етіп өткізіп, рефлексияны әрбір оқушы бүгін не меңгердім деген сияқты сіздің ұсынған тәсіліңізге, стратегияңызға байланысты етіп іске асырсаңыздар болады. Сөйтіп бөліп алуларыңызға әбден мүмкін. Жаңа айтып отырып қой, 2 жұлдыз бір тілек ретінде жүргізсеңіз болады. Оқушылар бір-біріне беру, форматты бағалау және я болмаса бүгін менің сабақтан меңгерген бірінші жұлдызы мынау, екінші жұлдызы мынау, мына тұсын жетілдірсем екен деген сияқты өзіне өзі бағыттап. Я болмаса свод талдауменен Джоари терезесі деген сияқты интернетті ашып қарасаңыздар көптеген әдіс тәсілдер ұсынады. Соның әрқайсысын өзіңіздің шеберлік деңгейіңізге қатысты қолдана берсеңіздер болады. Lesson study мен зерттеген сабақтың айырмашылығы бар ма дейді. Енді lesson study дегеніміз жаңа айтып өттік, зерттеу сабағы деп. Зерттеу сабағыңыз бір сабақпенен ол шектелінбейді. Ол зерттеу болғандықтан сіз эксперимент жүргізесіз. Мынандай тәсілді қолданып көрсем, менің мынау А, Б, С деңгейдегі оқушыларым қалай өзгереді. Өйткені оқыту үдерісінде баланың оқуына бар жағдайды жасауымыз қажет болып тұр ғой. Қандай тәсіл, қалай ықпал еткен кезінде мен оқушымның оқуы ілгерілейді, я болмаса өзіндік реттелуі іске асады деген сұрақпенен осы зерттеу сабағы жүргізіледі. Зерттеу сабағы бір сабақпен шектелінбейді, оның мониторингісі болу керек. Сондықтан бірнеше сабақтан тұрғанында дұрыс. Сонда ол тізбектелген сабақ сияқты болып тұр ғой. Бірінші сұрақ. Lesson study мен тізбектелген сабақтардың айырмашылығы бар ма дейді. Иә, айырмашылығы бар. Lesson study бұл арнайы жоспармен дайындалатын сабақ. Жыл басында белгіленген күнде, белгілі бір тақырыпта жоспарға ендіріліп дайындалатын сабақ. Бірақ сол сабақтың үстінде белгілі бір проблемалар зерттеледі. Мұғалімдерді ойландырып жүрген, толғандырып жүрген бір сұрақтар зерттеледі. Сондықтан да сабақты зерттеу деп атаймыз. Ал тізбектеген сабақтар деген өзі ат айтып тұр, тізбектелген 4 сабақ, қатар тұрған 4 сабақ. Сондықтан lesson study'ді сіздер жылда беретін ашық сабақтарыңыз деп түсініңіздер. Ашық сабақтарыңыз. Бірақ сіздер ашық сабақты біз кәдімгі сабаққа есік ашық деген сияқты түрде өткіземіз ғой. Кез келген адам кіріп, көріп кетеді. Ал lesson study'дің ашық сабақтан айырмашылығы ол жерде алдын ала дайындалып келеміз біз. Нені зерттейтінімізді біліп келеміз. Қандай да бір проблеманы зерттейміз.
балаларды бақылаймыз, алдын ала жоспарлаймыз оны. Жаңағы мысалы оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру үшін қандай да бір тәсілдерді қолданған тиімді ма деген сияқты бір сұрақ болады сізге. Сол сұраққа жауап іздеп отырамыз. Балалардың әрекетіне қарап. Егер де сол сабақтан кейін талқылайды оны міндетті түрде, неге қандай жетістіктері болды, қандай теріс ықпалы болды, содан кейін барып сол нәрсені оң ықпал таптық, мәселені шештік десек, біз басқа адамдарға оны таратуға насихаттаймыз. Сондай жұмыс ол lesson study деген. Арнайы жоспарланып дайындалатын. Бұл жерде сабаққа баға берілмейді, проблема зерттеледі. Сабаққа ешқандай баға бермейді, мұғалім бағаланбайды бұл жерде. Тек қана сабақтағы тәсіліміздің тиімді тиімсіздігі зерттеледі. Сондықтан ол мұғалімге баға беру үшін сабақ емес lesson study. Енді келесі бір сұрақ келіп тұр. КМЖ-да сабақ кезеңдері қанша уақытқа шектелген дейді. Енді дәстүрлі сабақтың бөлінген уақыттары бар. Соны негізге алсақ болады. Мысалы, сабақтың басталуына бөлінетін уақыт 10 минуттан артық болмау керек. Сабақтың негізгі бөлімі дейміз, немесе сабақтың ортасы деп беріп тұр қазіргі жоспарда. Сабақтың ортасына бөлінетін уақыт 20-25 минуттан артық болмау керек. Ал сабақтың аяқталуына бөлінетін уақытты 5-7 минут, 10 минутқа дейін ақ уақытта ала аласыздар. Соған мөлшерлеп, соған жоспарласаңыздар болады. Енді SWOT анализ деген талдаудың бір несі бар, тәсілі бар. Бұл енді үлкен бір зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде жүргізген тиімді. Мысалы, жаңағы lesson study-ді сабақты біткеннен кейін осы SWOT анализбен талдайды негізі. Оң жағымды факторлары не болды бұл сабақта, мұғалімнің жағымды оң әрекеттері не болды, әлсіз жақтары не болды, оқушының мықты күшті жақтары не болды, әлсіз жақтары не болды. SWOT деген сөздің өзі ағылшын жиналған сөз ғой. Сонда күшті жақтары, әлсіз жақтары, қиындықтары, оны шешу жолдары деген сияқты төрт бағанаға бөліп тұрып талдайды бір нәрсені. Бір проблеманы, бір ситуацияны. Сондықтан сіздер қазір мына практикадан өтіп жатқан мұғалімдер қойып жатса бұл сұрақты, меніңше бұған әлі дайын емес, сіздер бармай-ақ қойған дұрыс. Себебі ол күрделі талдау жұмысы. Бағалаудың қазірше әдіс тәсілдерін меңгерсек, оның өзі жеткілікті, стратегияларын меңгерсек. Сондықтан қойып жатқан сұрақ өте жақсы, кім қойып жатса да өте мүмкін сол деңгейге дейін көтерілген адам шығар, бірақ оқып үйренеміз десеңіз, о туралы интернеттен әдебиеттерді қараңыз. Әдебиеттерде өте көп жазылған о туралы. Енді мынау бағалауға қатысты өздеріңіздің берген әдістен басқа қандай техниканы ұсынар едіңіз дейді. Мен енді ойлаймын, бұл сұраққа осы жерде отырған өзіміздің әріптестеріміз жауап берген дұрыс деп. Өздеріңіз айтып өтіңіздер, сіздер қазір бағалауда нақты нені қандай әдістерді қолданыңыздар, қандай тәсілдер қолданып жатыр, іске асырып жатыр, несімен ұтымды болып жатыр, қай жағынан сіздерге көмектесіп жатыр, соны бөліскендеріңіз дұрыс. Біз енді сабақ барысында да айттық, қазір де айтып жатырмыз. Меніңше ол аздау болып тұрған сияқты. 5-ші мектептен Қарымбаева Жанар, бастаушымыз мұғалім. Енді біздің мектепте критериалды бағалау енгізілген. Сондықтан біз әрбір сабақтарымызды сол әрбір сабаққа дискрипталар жасап отырамыз. Ол әрине қиын жұмыс, сіздерге оңай деп айта алмаймын. Өте қиын жұмыс. Ол жаңағы күнделікті уақытты көп алатын жұмыс. Сондықтан дегенмен іске асырылатын жұмыс. Осы нәтиже бар. Күнделікті жұмыс жасасақ, балалар да үйреніп қалады. Жаңа бағалаудың түрлерін сұрап жатыр ғой. Осы жерде біз деңгейлік оқуда үйренген жіктік бағалау, топтық бағалау, өзара бағалау, өзіндік бағалау. Мысалға, мен өзім кері байланысты да бағалауға жатқызамын. Сондықтан бағалауға қатысты қатысқан дүние жоқ.
ол әр мұғалім өзінің шығармашылығына қатысты. Дескриптор әр пәнге жеке жасалады ғой. Мысалы математикаға сол бүгінгі сабақта сіздің тақырыбыңыз мүмкін бүгін жақшалар мен амалдар орындалма, соған байланысты дескриптор жасалады. Мысалға сол күнгі сабақ алдында өтілген сабақтар бар. Сосын бар математикада өз сондай ғой, мысалы өтілген сабақтан екі мысал беріледі, жаңа сабақтан екі мысал беріледі, алдағы өтілетін тақырыптан екі мысал беріледі. Енді бұл жөнінде жаңа айтып өттік. Қалай топтастырасыз? Ол үй тапсырмасын пысықтауды қалай іске асырасыз? Соған қатысты топтастыру. Жаңағы үй тапсырмасын пысықтауды қолданатын әдісіңіз бар. Жаңа тақырыпты түсіндіру әдісіңіз бар. Жаңа тақырыпты іске тұжырымдамалық картасын қалай жасатасыз? Ол әдісіңіз бар. Оны топқа қалай баяндатасыз? Ол әдісіңіз бар. Және сол жерде бағалау процесіңіз бар. Кері байланысыңыз бар. Және сабақты қорытындылау. Мұны сонда қарап отырсаңыз 7-8 әдіс кетіп тұр бір сабаққа. Ол енді үй тапсырмасын сіз қалай пысықтайсыз? Егер аквариуммен пысықтайтын болсаңыз, қалай топтастыру керек? Неше аквариум құрасыз? Соған қатысты бөлесіз ғой. Түсінікті ме? Ыстық орындықты мысал үшін мен өз сабағымда 4 топ болып отырамыз ғой. Сол 4 топқа біріктірген кезде сразу сол ыстық орындыққа қатысты етіп бөлеміз. Соның ішінде нақты кімнен басталынып, стрелка бойынша кімменен аяқталынады, кім жалғастырады. Уақыт шектеу беріп отырамын. Әр қайсыңыз мәтінді бөліп алыңыздар, абзац қылып, болмаса пәлен сөзден етіп сыйып алыңыздар. Сол сөзден сіз не түсіндіңіз? Өзіңіздің кезегіңіз дегенде соны түсіндіріп өтесіз. Минута, егер болса 2 минут уақыт беріледі деп айтамын. Сонда бірдестен топтың ішіндегі 4 тобымызда бірдестен сол үдерісті іске асырады. Сонда мен әр қайсына егер жеке-жеке тоқталатын болсам, менде 10-15 минут кетіп қалатын болса, ал бұл жерде бірдестен сол үдерісті жүргізгенде оқушылар бірін-бірі үйрету маңызды емес пе? Ал мен соны топ жетекші, көшбасшы болғандықтан соны қадағалап бақылап тұрамын. Қай топ дұрыс айтып жатыр, қай топ жаңылысып жатқандығын қадағалап тұрып, сол топқа барып тек қана сол топта ғана жетекші, көмектесуші сөздерді айтамын. Ал қалғандары барлықтар бір-біріне жаңағы ыстық орындыққа отырып, сол сабақты пысықтап береді. Жаңағы айтып отырған жаңа тақырыпта сондай. Мұғалім шеберлігіңізге байланысты. Бұл жерде енді оқушылар қалай дағдыланды? Егер оқушылар жақсы дағдыланған болса, оларға көп әдістің қажет жоқ. Сол бір әдістің өзі, бір жіксоның өзі өн бойын түгел ала алады сабақтан. Орта мерзімдік жоспарды неге ұзақ мерзімді жоспармен біріктіруге болмайды? Екеуінің айырмашылығы көп емес қой. Ұзақ мерзімді жоспар дегеніміз бұл мұғалімнің 1 жыл бойы сабағынан тыс және қандай іс-шаралар ұйымдастырып тұр. Соның барлығы жазылып, анау мектептің стратегиялық жоспарына бекітіледі. Сонда сіздің жұмысыңыз, мектепте жүрген әрекетіңіз жүйелі болады. Кез келген уақытта ойбай, мен сабақ отсын деп кетті деп жүгіріп барып бір уақытта кіріп кете салып сабақ өте салмайсыз ғой. Ойбай, мен бүгін ашық сабақ өтетінен келе қойыңдар деп жүрсіңдерін жұлып ала алмайсыз. Сіздің әрекетіңіз жоспарлы болу керек. Және ол мектептің стратегиялық жоспарымен сабақтасуға қажет, дұрыс па? Міне сол барлық жоспар, жаңағы барлық іс-әрекетіңіз, 1 жылда істейтін жұмысыңыздың барлығы сабақтасқаны, ол сіздің ұзақ мерзім жоспарыңыз. Я болмаса жаңағы бір зерттеу жұмыстарыңызды бірнеше жылға созып тұрған шығарсыз. Сол болады. Ал орта мерзімді жоспар дегеніңіз, енді қазір сертификатталып, осы бағдарлама бойынша жұмыс істеп жүрген мұғалімдер орта мерзімді жоспарда әдетте бір тоқсанға, яғни бір тарауға етіп құрып жасап, соны бекітіп, сол бойынша іске асырып жатыр, жұмыстарын. Енді өзіңіз байқағаныңыз бойынша менен ойлаймын, сіз байқап жүрген шығарсыз деп. 7 модуль бірінсіз бірі өмір сүре алмайтын дүние, Мен сіздерге кеңес айтар едім, мектеп тәжірибесі кезінде орындауға арналған 8 тапсырма бар ғой. Сол жерде нақты қателеспесем 7-ші тапсырмаға осы талант және дарынды балаларды оқытуға арналған сұрақтарды қамтиды. Сол сұрақтарға жауап іздесеңіз, өзіңіз талантты дарынды баланы қосып жүрсіз ба, жоқ па, қалай қосуға болатын жауаптарыңызды ала аласыз деп ойлаймын. КМЖ бойынша сабақтың өзектілік деген бөлімі бар. Бұл бойынша түсіндіріп өтсеңіз дейді.
Несімен өзекті ол сабақ? Балаларға қандай тәрбие береді, қандай мағынаны айтқысы келіп тұр, нені үйреткісі келіп тұр бұл сабақ? Сол түйіндісі болып, өзектісі болып табылады. Соны жазу қажет. Уақытымыз жақындап қалды. Осы арамызда отырған бүгінгі вебинарға бетпе-бет кездесуге келіп отырған әріптестерімізге бүгінгі вебинардан не алдыңыздар және не алғыларыңыз келеді жөнінде мына спикерларға кері байланыс жасаңыздар. Сіздерден де сол кері байланысты күтеміз, құрметті әріптестер, чатқа жазсаңыздар. Бүгінгі вебинардан сіздерді мазалайтын сұрақтарға жауап алдыңыздар ма? Сол жөнінде кері байланыс берсеңіздер. Lesson Study'ді жүргізудің кезеңдері бар ма дейді. Lesson Study'дің кезеңдері бар, және Lesson Study туралы терең білгіңіз келсе, арнайы әдебиет бар. Егер қажет болатын болса, бізге арнайы ДВО-ның почтасына сауалнама жазыңыз, біз сізге салып жібереміз. Бұл жерде барлық жоспарын қалай құру керек, қанша кезеңдерден тұру керек, барлық әрекеттер көрсетілген. Құрметті әріптестер, осымен бүгінгі вебинарымыз аяқталып келеді. Берілген уақыт бітіп жатыр. Сондықтан сіздерден кері байланыс күтеміз. Вебинарға онлайн режимінде қосылып отырған мектептер сіздерден кері байланысты чатқа жазуларыңызды өтінеміз. Егер де осы деңгейлік бағдарламаны оқыған болсаңыз, сіз ЦПМ сайтына кіре аласыз. Сол сайтта Pit.Dadly'дің Lesson Study бойынша нұсқаулығы бар. Соны алсаңыз болады. Болмаса, бізге келіп, сол нұсқаулықты алып кетіңіз. Оның кезеңдері, кез келген сабақтың өзі кезеңдерден тұрады. Ұйымдастыру, негізгі бөлім, қорытынды. Ұйымдастыру кезінде жаңа айтып өттік, оқушыларды топтастыру, бүгінгі тақырыппен таныстыру және мақсатпен таныстыру дедік, не істейтіндігіміз жөнінде ойланамыз, зерттейміз, талдаймыз, жинақтаймыз деп айтқаннан кейін өз сабақты үй тапсырмасын міндетті түрде пысықтайсыздар. Кейбір кездерде үй тапсырмасын пысықтамайтын кез болады. Түсінем. Жаңа сабағыңыз бар. Осының бәрін іске асырасыз да жаңағы зерттейтін сұрақтарыңыздың қандай деңгейде жүргізіліп жатқан, бала ол сіз қойып отырған, беріп отырған тапсырмаларды қалай орындайды, қандай реакция береді қойған сұрағыңызға. Соның бәрі тізіліп жазылады да, соңында сабақтың соңында балалар рахмет айтып шығарып салғаннан кейін әріптестер қалып, бұл әрине нақты бір 45 минутты алады деп айта алмаймын. Тек мұғалімдер жаңағы сабақ өту процесі 45 минут болғаннан кейін талдау үдерісі басталады. Талдау үдерісін білесіздер, ол да бір 45 минутты алуы мүмкін. Кері байланыстарыңызды чатқа жаза берсеңіздер болады. Сонымен біз студияны өшіреміз. Көп рахмет. Ұнадыдан бұрын нақты не алғандарыңызды көрсетсеңіздер тамаша болар еді. Енді ұнайтындай болып шықтық бүгін, бірақ мүмкіндігінше нақты қандай мәлімет алдыңыз, сұраққа жауап алдыңыз ба, соны жазғаныңыз бізге тиімдірек, сізге де тиімдірек. Жақсы, сау болыңыздар. Көп рахмет қатысқандарыңызға, атсалысқандарыңызға.